Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы грамм оң және грамм теріс коктардан туындайтын стоматологиялық аурулар. Олардың микробиологиялық зерттеулерінің материалдары мен әдістері. Ауыз қуысының микроорганизмдер негізгі бөлігін грамм теріс және грамм оң бактериялар, аэробты және анаэробты коктар және таяқшалар құрайды. Негізгі аэробтар және факультативті анаэробтарға грамм теріс коктар, нейсериялар және спирохеталар жатады. Грамм оң аэробтар мен факультативті анаэробтарға стрептококтар, стафилококтар, лактобациллалар, куринобактериумдер және актиноицеттер жатады. Облигатты анаэробтарға грамм теріс коктар, вейлонеллалар, грамм теріс таяқшалар, бактероидтар, порфоримонадтар, привателлалар, фузобактериялар, лептотрихиялар және спирохеталардың ішінде трепанайма боррелия жатады. Және облигатты грамм оң анаэробтарға оларда коктар, пептострептококтар, пептококтар және бифидобактерия мен пропионобактериялар жатады. Біз бүгін ауыз қуысының патогенді коктары стрептококкацея, нейсериацея және микрококкацея тұқымдастығына жататын түрлерін қарастырамыз. Стрептококтар түрлеріне жалпы жұқпалы аурулардың дамуына үлкен маңызға ие болатын бұл стрептококкус пиогенис, бұл арнайы стрептококк инфекцияларын қоздырушы, және стрептококкус пневмония, пневмонияның қоздырғышы, стрептококкус агалактия, бұлар қынап микрофлорасына құрамына кіріп, жаңа туған нәрестелерді инфекциямен жұқтыруы мүмкін. Және ауыз қуысының қалыпты құрамына кіретін стрептококкус саливариус, стрептококкус мутанс, миллери және стрептококкус митис. Бұлар ауыз қуысының дисбиозында кариестің дамуындағы жетекші қоздырғыштары болып табылады. Стафилококкус тұқымына Байерт Паркердің жіктелуіне сәйкес 3 түрі бар. Бұл стрептококкус ауреус, стрептококкус эпидермидис және стрептококкус сапрофитикус. Стафилококктар мен стрептококктар әртүрлі органдар мен тіндердің зақымдануын шақырады. Аурудың клиникалық көріністері әртүрлі болуы мүмкін. Олар микробтың түріне емес, зардап шеккен органның сипатына байланысты. Этиологиялық факторы стафилококк болып табылатын келесі нозологиялық формаларды қарастыруға болады. Бұл жақ бет аймағының жұмсақ тіндерінің тері аурулары, оларға фурункулдар, абсцесстер, гидродениттер, панорицилар жатады. Және тыныс алу органдарының ауруларына ангина, плеврит, пневмония. Келесі ол ас қорыту ағзаларының ауруларын шақырады. Оларға стоматит, перитонит, парапроктит, энтерит, тағы басқа аурулар жатады. Және тірек қимыл жүйесінің ауруларын шақыруы мүмкін. Бұларға артрит, периостит және жақ остеомиелит жатады. Қан айналым жүйесінің ауруларына эндокардит, перикардит, флебит және несеп жыныс ағзаларының аурулары пиелит, цистит, уретрит сияқты ауруларды шақыруы мүмкін. Енді стрептококктар. Бұлар стрептококктармен шақырылатын инфекцияларды жедел стрептококкты инфекциялар және созылмалы стрептококкты инфекциялар деп бөлінеді. Жедел стрептококкты инфекцияларға скарлатина, танзилит, жедел гломерулонефрит, жедел эндокардит, стрептодермалар, тілмелер жатады. Ал созылмалы стрептококктық инфекцияға ревматизм, танзилит, терінің рожалық қабынулары және стрептококктар кариестің басты қоздырғышы болуы мүмкін. Стрептококктар мен стафилококктардың морфологиялық және биологиялық қасиеттері. Бұл екі микроорганизмде белгілі бір жағдайда ғана ағзаға зиян келтіретін оппортунистік микробтар болып табылады. Бұл коктар сфералық немесе сопақша пішінді бірдей мөлшерде сипатталады. Олар екеуі де спора түзбейді, қозғалмайды, қышқыл ортада өмір сүре алады. Олардың негізгі морфологиялық айырмашылықтары стафилококк
шарлары бұл жүзім шоғырына ұқсайтын үйінді түрінде құрастырылған, жұптасқан немесе жалғыз формада сирек кездеседі. Стрептококтар бұлар әрдайым дұрыс тізбектер жасап, тізбектеліп орналасады және бір жазықтықта бөлініп, бір-біріне жабысқан күйде пайда болады. Стафилококктар мен стрептококктардың тіршілік ортасы. Стафилококктар үшін тіршілік орта олар барлық жерде орналасқан және адамдар мен жануарлардың терісі мен шырышты қабаттарының беттерін колонизациялайды. Стрептококктар олар тыныс алу жолдары мен ауыз қуысында кездеседі. Бөлінуі. Стафилококктардың бөлінуі бірнеше бағытта жүреді. Стрептококктар бөлінуі тізбекке перпендикуляр жүреді және бір жазықтықта бөлінеді. Енді дақылдық қасиеттері. Дақылдық қасиеттері стафилококктарға өсу үшін байытылған орта қажет емес. Қарапайым орталарда жақсы өседі. Ал стрептококктар үшін өсу үшін байытылған орта қажет. Стафилококктар мен стрептококктардың өсу шарттары және орталардағы өсу сипаты. Стафилококктар қарапайым ортада жақсы өседі. pH ортасы 7 және 7,5. Факультативті анаэробтар. Және қарапайым ортада жақсы өседі. Бұлардың элективті ортасы болып, сары сулы тұзды агар, қоректік тұз сорпасы және сүтті тұз ортасы болып табылады. Стрептококктар. Бұлар қарапайым ортада нашар өседі. Оларға глюкоза, қан және сары суы бар қоректік орталар пайдаланылады. pH ортасы 7,2, 7,6 және 37 градус температурада жақсы өседі. Ортадағы өсу сипаты. Тығыз қоректік ортада стафилококктар тегіс, дөңгелек немесе дөңес колониялар түзеді. Олардың және әртүрлі пигмент түзу арқылы өседі. Стрептококктар. Бұлар тығыз қоректік ортада кішкентай немесе орташа мөлшердегі мөлдір, жалпақ, жылтыр, тегіс, кей жағдайда бұдыр колониялар түзуі мүмкін. Және стрептококктардың сұйық қоректік ортада өсу сипаты. Бұлар пробирканың төменгі жағында түйіршікті тұнба түрінде өседі және сорпасы мөлдір күйінде қалады. Гемолиз туғызу қабілеті бойынша. Қан агарында стафилококктың кейбір штамдары өскенде колония айналасында гемолиз аймағы пайда болады. Стрептококктар. Қан агарында өскенде бета гемолитикалық стрептококктар айқын, толық гемолиз аймағын құрайды. Ал альфа стрептококктар гемоглобинді метгемоглобинге ауыстыру нәтижесінде жасыл аймақ құрайды. Ал гамма стрептококктар бұлар ортаны өзгертпейді, гемолиз түзбейді. Бұлардың биохимиялық қасиеттері белсенді. Стафилококктар лактозаны, глюкозаны, сахарозаны, мальтозаны және глицеринді тағы басқаларды қышқыл түзге отырып ыдыратады. Және стафилококктың протеолитикалық қасиеттері казеинді ерітеді, желатинді сұйылтады, баяу және басқа да ағыз субстраттарын ыдыратуға қабілетті. Және каталаза оң болып табылады. Стрептококктардың биохимиялық қасиеттері олар глюкозаны, мальтозаны, лактозаны және сахарозаны қышқыл түзіп ыдыратады. Желатинді ыдыратпайды және каталаза теріс болып табылады. Пневмококктар инулинді ашытуға қабілетті және олар өтке сезімтал болып табылады. Стафилококктар мен стрептококктардың патогендік факторлары. Оларға жалпы патогендік факторларына микрокапсула, жасуша қабырғасының компоненттері, агрессия ферменттері және токсиндер жатады. Стафилококктар негізінен каталаза бөледі, гиалуронидаза, коагулаза және лецитиназа бөледі, фибринолизин, ДНКаза және фосфатаза бөледі. Стрептококктардың агрессия ферменттері стрептолизиндер, С және О түрлері, гиалуронидаза және стрептокиназа және ДНКаза жатады. Токсин түзуі бойынша стафилококктар экзотоксиндер түзеді. Олар эритроциттердің гемолизін тудырады, лейкоцидиндер түзеді, лейкоциттерді өлтіреді және энтеротоксиндер бөледі. Бұлар тамақтан улануды шақырады және эксфолиатиндер
олар жаңа туған нәрестелерде эпидермистің қабыршықтануына алып келеді және оны күйген тері синдромы деп атайды. Стрептококктар эритрогендік токсиндер бөледі. Олар тіз жасушаларына метагендік әсер етіп, септикалық шоктың медиаторы болып табылатын қабынуға қарсы цитокиндердің бөлінуін ынталандырады. Және кардиогепатогенді токсин бөледі. Олар миокард пен диафрагманың зақымдануын және бауырда гранулемалардың пайда болуын тудырады. Стафилококктар мен стрептококктардың микробиологиялық диагностикасы. Стафилококктардан туындайтын аурулар кезінде ірің, жараның бөлінуі, қуыстар мен абсцесстерден пунктаттар, шырышты қабықтардан алынған материал, қан, қақырық, зәр, жұлын сұйықтығы және тамақтан улану жағдайында құсық, науқастың нәжісі, тамақ қалдықтары алынады. Профилактикалық зерттеулер кезінде құрал саймандар мен жабдықтардан шайындылар, медициналық мақсаттағы стерилденген материалдар және ауа зерттеледі. Ауыз қуысының аурулары кезінде материалды жоғарғы қабатын алып тастап, қабынған жердің жоғарғы қабатын алып тастағаннан кейін мақта тампонымен алынады. Онда теріден немесе ауадан патогендік емес стафилококктар мен басқа да микроорганизмдер болуы мүмкін. Жабық іріңді ошақтар болған кезде пункция жасалады және ірің шприцпен стерилді пробиркаға құйылады. Стрептококктар тудыратын ауруларда зерттеу материалдары инфекцияның орналасуы мен формасына байланысты. Ірің, қан және шырышты қабықтың бөлінулері, зәр, қақырық, жараның бөліністері алынады. Материалды ауыз қуысынан алған кезде шаю жүргізілмейді және тамақ ішкеннен кейінгі аралық кемінде 2 сағат болу керек. Егер материалды зертханаға 2 сағат ішінде жеткізу мүмкін болмаса, оны транспорттық орталарға, немесе жинақтау орталарына, қант сорпасына, тиагликоль орталарына орналастырады. Бұл жерде стафилококктық инфекцияны бактериологиялық зерттеу схемасы берілген. Алынған материалды ірің немесе қан микроскопиялық зерттеуден өткізгеннен кейін бактериологиялық зерттеуге көшеміз. Зерттеудің бірінші күні ілмекпен немесе шпательмен материал 5% қаны бар табақшаға, сондай-ақ сары уызды тұзды агарға, сүт қышқылы агарына себіледі. Және олар 18-24 сағат бойы 37 градус температурада инкубацияланады. Екінші күні өсіп шыққан колонияларды зерттейміз. Стафилококктар орташа ақ, лимон тәрізді немесе сары алтын түсті дөңес, тіпті мөлдір емес колонияларды құрайды. Пигменттің пайда болуы сүт тұз агарында жақсы байқалады. Сары сұлу тұзды агарда патогендік стафилококктардың көп бөлігі лецитиназа реакциясын тудырады. Ол колонияның айналасында бұлыңғыр аймақтың пайда болуымен көрінеді. Таза дақылды бөлу алу үшін осы жердегі күдікті колониялардан біз қиғаш ет пептонды агарға себінді жасаймыз. Термостатқа қойып инкубациялаймыз. Үшінші күні бөлініп алынған дақылдың тазалығын тексереміз. Әртүрлі тесттер жасаймыз. Каталазаға сынама, сосын лецитиназаға тағы да сынама жасаймыз. Кейбір штамдарын антибиотиктерге сезімталдығын және қажет болған жағдайда фаговарды міндетті түрде анықтаймыз. Төртінші күні дақылдық, морфологиялық, биохимиялық қасиеттеріне және антибиотикке сезімталдығы бойынша алынған материалды түпкілікті идентификациялаймыз. Стрептококктық инфекцияның бактериологиялық зерттеу схемасы стафилококктікіне ұқсас. Бірінші күні зерттеу материалынан жағынды жасап, грамм бойынша бояп, микроскоптан қарағаннан кейін, оны қанды агарға және қантты бульон сорпаға егіп термостатқа қоямыз. Екінші күні қанды агарда өсіп шыққан гемолиз аймақтарын сипаттап,
күдікті колониялардан жағынды жасап микроскопиялаймыз және қиғаш қиғаш агарға себінді жасаймыз. Және күдікті колониялардан мартен сорпасына себінді жасап термостатқа қоямыз. Үшінші күні бөлініп алынған таза дақылдан ферментативтік биохимиялық қасиеттерін анықтау үшін әртүрлі қоректік орталарға себінді жасап, төртінші күні оны идентификациялаймыз. Стафилококкпен және стрептококк инфекцияларын емдеу түрлері. Стафилококк және стрептококк инфекцияларын емдеу әдетте антибиотиктермен және сульфанил амидті препараттармен жүзеге асырылады. Соңғы жылдары көптеген химиотерапиялық препараттарға төзімді стафилококктар пациенттерден жиі табылып жатыр. Мұндай жағдайда емдеу үшін қолданылады. Мысалы, стафилококк анатоксині. Оны стафилококк анатоксинімен иммунизацияланған донордың қанынан алынған антитоксикалық антистафилококктық плазмасы немесе иммуноглобулин. Белсенді иммундау үшін адсорбцияланған стафилококкты анатоксин пайдалануы мүмкін. Келесі біздің бүгінгі қарастыратын инфекциямыз бұл менингококкты инфекция. Менингококкты инфекцияның негізгі қоздырғышы болып Neisseria тұқымдасына жататын Neisseria meningitis болып табылады. Менингококк инфекциясы мұрын жұтқыншақтың шырышты қабығының, бас миы қабығының зақымдануымен және септицемиямен сипатталатын жіті инфекциялық ауру және антропоноз болып табылады. Инфекция көзі ауру адам және бактерия тасымалдаушылар. Жұқпалы кезеңнің ұзақтығы менингококктардың мұрын жұтқыншақта болу мерзімімен анықталады. Олардың қанда, науқастың жұлын сұйықтығында табылуы аурудың клиникалық ағымының ерекшеліктерін анықтайды. Инфекцияның әртүрлі көздерінің эпидемиологиялық рөлі тең емес. Ең үлкен эпидемиялық қауіп бұл менингококкты назофарингитпен ауыратын науқастар болып табылады. Аурудың патогенезі менингококктың кіру қақпасы жоғарғы тыныс жолдарының шырышты қабаты болып табылады. Көбінесе мұрын жұтқыншақ. Менингококктың қоздырғыштарының жалпы морфологиялық және дақылдық қасиеттері. Морфологиялық қасиеттері бұлар ұсақ диплококктар, бір-біріне қарама-қарсы орналасқан кофе дәндері түрінде және споралар мен микрокапсула түзбейді. Дақылдық қасиеттері күрделі қоректік орталарда өседі. Негізгі қоректік орталары сары сулы және шоколадты агар болып табылады. Бұнда колониялардың өсу сипаты дөңгелек, түссіз, нәзік, майлы консистенциясы болады және гемолиз бермейді. Биохимиялық қасиеттері. Биохимиялық қасиеттері төмен. Мальтоза мен глюкозаны қышқылға дейін ыдыратады, индол мен күкіртсутекті түзбейді. Бұл мальтоза мен глюкозаның ыдыратуы бұл дифдиагностикалық белгісі болып табылады. Патогендік факторларына капсула жатады және ол фагоцитоздан қорғайды және эндотоксин түзу, пили, сыртқы мембрана ақуыздары және гиалуронидаза, нейраминидаза жатады. Менингококктық инфекцияның клиникалық көріністері. Инкубациялық кезең 1 күннен 10 күнге созылады. Көп жағдайда 2-3 күн болады. Менингококк инфекциясының локализацияланған түрі бұл назофарингит болып табылады және жалпыланған түрі болады. Генерализацияланған бұған менингит, менингоэнцефалиттер жатады. Мұрын жұтқыншақтан бактериялар қанға еніп, менингококцемия дамиды және қызба, геморрагиялық бөртпе және ми қабын қабындырып, ми мен шырышты қабықтарға зақым келтіреді. Иммунитет бұл аурудың жалпыланған формаларында инфекциядан кейінгі иммунитет тұрақты, қарқынды қалады. Менингококк инфекциясын зертханалық диагностикалаудың негізгі әдістерінің бірі бұл бактериологиялық әдіс. Бактериологиялық зерттеуге алынған материалды көбінесе бұл мұрын жұтқыншақтан алынған шырыш, қан және жұлын сұйықтығы болып табылады. Бұлар амбулаториялық жағдайда тек мұрын жұтқыншақтың шырышы ғана себуге алынады. Ал стационарлық жағдайда қанды және ликварды және мұрын жұтқыншақ шырышын бактериологиялық зерттеуге жүргізуге болады. Бактериологиялық зерттеудің сәттілігі
бұл материалды алудың уақытына және дұрыстығына, оның зертханаға жеткізу жылдамдығына және оңтайлы қоректік ортаға себуіне байланысты болады. Және бұл менингококкты дақылдандыру және олардың таза дақылын оқшаулап алу көп жағдайда науқастардың 30-40%-ында ғана мүмкін болады. Сондықтан диагностикалау үшін көп жағдайда біз экспресс әдістерді, диагностикалау әдістерін қолданамыз. Оларға қарсы иммунды электрофорез, коагглютинация, иммуноферменттік талдау, латекс агглютинация жатады. Және бұл экспресс диагностикалау әдістері қоздырғыштың серотоптық тиістілігін анықтауға мүмкіндік береді. Менингококкты инфекциясын алдын алу. Олар екі топқа бөлінеді: спецификалық және спецификалық емес. Спецификалық алдын алу дегеніміз, бұл специфика алдын алуды А серотобының менингококкты химиялық полисахаридті вакцинасымен жасалынады және эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша А және С серотоптарының девакцинасымен жүргізіледі. Спецификалық емес шаралар жиынтығы жалпы қабылданған ережелерді үнемі сақтауды білдіреді. Жұқтырудың алдын алуға арналған іс-шаралар инфекцияға иммунитетті және патогенді бактерияларға төзімділікті қалыптастыруға бағытталған. Назарларыңызға рахмет.